құрметсіз оқырман қауым. Мен Жүзбаева Бақытгүл ауылдық модульдік кітапхананың кітапханашымын. Бүгінгі тақырыбымыз Біржан Сал, қазақтың әйгілі ақыны, сазгер, ән көгінің бұлбұлы атты әдеби сазды кеш өткіземіз отбасымызбен. Біржан Салдың жазған өлеңнен бастаймыз. Баласы Қожағұлдың Біржан Салмын, ешкімге зияным жоқ жүрек жанмын, кісіге өзім теңдес бас имеймін, өзім сал, өзім әнші, кімге зармын. Баласы Қожағұлдың Біржан Салмын, болғанда қазы қарта жая жалмын, қыздардың ақ торғындай тамағынан нәр алып талдау етіп жүрген жанмын деп, бүгінгі біздің Біржан Салдың өмірбаянын бізге зейнеткер анамыз Біржан Салдың қысқаша өмірбаян туралы айтып береді. Біржан Сал 1834 жылы Көкшетау ауданы Жөкек көлінің жағасына дүниеге келген. Біржан Сал өзі әнші, ақын, суырма-салма айтыскер. Кезінде сарамен айтысқан. Біржан Салдың көптеген 60-қа жуық әндері біздің заманға келіп, сол әндердің аттары Темір тас, Айтбай, Адасқан. Ал енді Біржан Сал негізінде өзінде 4 бала болған. 2 қыз, 2 ұл. Бірақ ол балаларына ондай ақыншылық дарымаған. Бірақ Нұржан деген ағасының баласы Сағындықтың қызы Мария сол балаға дарып, бірақ ол балада әрмен қарай дамыта алмаған. Біржан Сал 1897 жылы өз еліне келіп, осында дүние салған. Енді қазір заманға келсек, бұрынғы Еңбекшілер ауданы қазір Біржан Сал атына ауыстырылды. Осы Біржан Сал ауданында Біржан Салға арналған музыкалық мектебі бар. 2019 жылы 185 жасын осы Біржан Сал елінде тойланып, сол осы Біржан Салда үлкен мүсін қойып, домбырасын қойылған. Енді Біржан Сал туралы айтатын өлеңдер өте көп, бірақ оның бәрін біз айтып бітіре алмаймыз, бірақ неге бір шумағын айтып берейік. Баласы Қожағұлдың Біржан Салмын, ал адамға зияным жоқ жүрген жанмын. Байлыққа манаспада құмар емен, өзім сал, өзім сылқым, кімге зармын. Жасым бар 25-те жасырмаймын, басымнан дұшпан сөзін асырмаймын. Басымнан дұшпан сөзі асып кетсе, сен түгіл патшаға да ұрмаймын. Рахмет. Ал енді көрермендер, осымен біздің әдеби сазды кешіміз аяқталды. Сау болыңыздар.